Сапар үйленеді деген жаңалық ормандағы өртті қаулап, ауыл арасына тез тарады. Бұл сүйінші хабарға әсіресе Сапардың қос қарындасы Ақия мен Балзия жүрегі жарыла қуанды. Сапардың алғашқы алған әйелі Дананы аты жаман ауру меңдеп, күресе алмаған күйі 3 баланы шеттей жетім қалдырып о дүниеге аттанып кеткен еді. Араға жылдар салып Сапар Шырай есімді келіншекпен танысады. Бұрын ес көрген әйел ер адамның бабын қалай тауып, көңілінен шығуды жақсы білетін. Бірнеше рет кездесіп жүріп, Сапар Шырайды ержетіп қалған екі ұлымен бірге аламын деген шешімге келді. Екеуі бір-бірінің алғашқы некеден туған балаларын өгейсітпей, бөліп жармай, өз баламен тең көремін деп уәделесіп, барлығы бірге тұратын болып келісті. Бұларынан бұладысы қызық той бір күнде өте шықты. Шырай ерзаты мен Нұрзатын алып Сапардың үйіне көшіп келді. Үйге кірген бетте бірден көзге түсетін төрде ілулі тұрған Дананың портреті Шырайдың жүрегін бір сырқ еткізді. Бірінші әйелін әлі ұмыта алмағаны ма деген арам ой сумаң етіп, суретті алғызып тастағысы келіп тұрды да, қайтыс болған адамнан қызғанудың жөні жоқ шығар деп сабырға келді. Келе сала заттарын жайғастырып, үйді монтаздай етіп тазалады. Тойдан кейін келімді кетімді кісі көп болды. Шырай бар тәттісін сол қонақтарының алдына тосып, дастарханын жайнатып, Сапардың қас-қабағын бағумен болды. Ақ көкелеп алдына түсіп, құрақ ұшып жүгіріп жүрген жаңа келін кіші қызының қолында тұратын қайын атасының да, қос қайын сіңлісінің де, бүкіл туған туыстың да көңілінен шықты. Кемінің мойыны ойығы омырауына дейін түсіп тұратын, сырт келбетіне көп көңіл бөлетін аққұбаша келген ажарлы ел, ауылдағы сырбойдақтардың да аузының суын құртатын. Той болатын уақытқа жоспарланған еңбек демалысы аяқталып, Сапар қалаға 15 күндік жұмысына кетті. Шырай өзінің екі ұлы Ерзат Нұрзатқа және Сапардың 3 баласы Ақгүл, Ықылас, Шахназға бас көз болып үйде қалды. Ағасы жоқта жаңа түскен жас теңгесін жалғызсыратпайын деп, Ақия екі баласын ертіп қонақ болып келді. Шырай қайсыңызмен жиендерін құшақ жая қарсы алды. Өзі шебер дайындайтын шашпы палауын жасап, тәтті-пәтті әкелуге дүкенге жүгірді. Мол қылып сүтін қатып, қоюлатып шай ішіп, жеңгелі қайынсіңлілі дастархан басында сырласып ұзақ отырды. Жылы шыраған жеңгесіне Ақия бар сырын бөкпесіз ашып айтты. Кеш қарайып, үйіне кетуге жиналған Ақияға Шырай қонып кет деп қол қалады. Орталарына жаңадан қосылған Шырайды жақсы көретін жиендерде, иә, қонайықшы деп, шу ете түсті. Әкелерің ұрсады ғой деген Ақия балалардың көңілін қимай, оларды бір күнге нағашысының үйіне қалдырып, өзі үйіне қайтты. Ертесіне үйіне оралған Ақияның балалары, анашым, Шырай әпке керемет қыз екен. Тек өзінің балаларына ұрсады. Ықыластарды қатты жақсы көреді. Шахназ екеуі шулап ойнап жүрсе де, ұрыспай, жаным деп еркелетеді. Ал Ерзат пен Нұрзатты ұрсып тастайды деп, балаң көңілмен көрген білгенін айтып келді. Бұл сөз Ақияны ойландырып тастады. Жұмыс күні аяқталып, Сапар үйіне 15 күнге демалысқа келгенде, Ақия оларды қонаққа шақырды. Жаңа басталған жұбайлық өмірінің қызықтарын айтып отырған Сапар Шырай кейде мені көргенде қобалжып кетеді ме әйтеуір, екі жұмыртқа қуырса да бір уыс тұз салып береді. Ішінде жұмыртқасы қайсысы, тұзы қайсысы ажырата алмай қаласың деп күлді. Оның үстіне өзіне айтсаң бұртып ренжитін қайтерсің. Сонда көңілімнен шықпаған нәрсені айтпай жүре беруім керек пе? Сен де әйел сатысың ғой, өзің айтшы Ақия. Сұрақ-текті сөз қылып қайтесіз аға. Жеңген байқамай тұзды көп салса, сізге деген махаббаты шығар. Осылай, Сапар жұмысқа кеткен сайын Ақия мен Балзия Шырайға кезек-кезек барып, бірде оны өздері қонаққа шақырып, сырлас, мұңдас болып жүрді. Бұл кезде Сапар жұмысқа шықпай балалардың тәрбиесімен айналысып, үйде отырған Шырайға ермек болсын. Әрі бір тиынды екеу қылсақ артық етпес деп, үйінің жанынан азық-түлік дүкенін ашып берген еді.
Дәкенді бір жасқа жетіп қалған екеуінің ортақ баласы Жаннардың есімімен атады. Сапар ауылға келгенде дүкенге керек жарағын өзі алып келеді. Ол қалаға жұмысқа кеткен кезде Шырай Жанна Ықылас пен Шахназды ертіп дүкенде таусылған азық-түлікті базардан үшеу таситын. Бір күні Шырай Ақлияның үйіне келді. Өңі солғын, жаман хабар әкелген адамдай тонжырап тұр. Ақлия не ойларын білмей аяғын жылдан басып, шайды отқа қойып, мән-жайды білмекке асықты. Азар болса, ағам ренжіткен болар деген ойға келді. Бұрында әңгіме арасында Шырай ыстық соғымыз басылып қалғандай. Қатта жұланса, ағаң мені ұрып, тіпті теуіп тастаған кезде болды. Бірақ бәрібір менен теріс айналған емес. Қайта кешірім сұрап, төкте болмағандай татуласып аламыз деп күліп отырады. Ақлия түстенуге келген күйеуін жұмысына жөнелтіп, Шырайды әңгімеге тартты. Ой, Еркежан, саған қалайтарымды неден бастарымды да білмей отырмын, деді Шырай. Ерзат пен Нұрзат қалаға оқуға кеткен соң дүкенге азық-түлік алуға Ықылас пен Шахназды ертіп кетуші едім ғой. Алған тауарларымды көтерісетін күштері болмаса да, балалар тірлікке ертерек араласа берсін, бар жоқтың не екенін біліп, ақшаның оңай келмейтінін ұғып өссін деген ойым еді. Оларға оң тәрбие берем деп жүріп, өзімнің басым бәлеге қалды деп ойладым ба? Қысқасы сауда орталықтарына базарға барған сайын Ықылас ұрлық жасайтынын байқадым. Бір емес, бірнеше рет ұстап алдым. Ұрлығыңды қой, әкеңе айтамын деп қорқытып та көрдім. Ұрсып та, жай айтып та байқадым. Нәтижесі шығар емес. Не істесем болады? Бір нәрсе ұрлайтындай, мен оларды ештеңден тарықтырып жатқан жоқпын ғой. Не ішем, не жеймін десе дүкенде тұр. Қалағандарын алады. Туған шешесінің қолының сұғанағы бар дегенді естуші едім. Қаны жібермейді екен. Әкесіне айтып, жағдайды ушықтырмай тұрып алдымен өзіңмен ақылдасайын дедім. Ақлия ағасының баласы туралы бұндай әңгіме естемін деп ойламаған. Отырған орнында қалшыды да қалды. Тіпті не дедімді білмеймін. Әкесіне айтпағаныңыз дұрыс болған. Жасөспірім кезге енді жетіп қалды ғой. Ағам қандай жаза қолданарын кім білсін. Ықылас өзіне бірдеңе істеп қойып жүрмесін. Сізде қыспаққа алмай қоя тұрыңыз. Асықпай ойланып ақылдасып шешейік дейді Ақлия, аздап өз-өзіне келген соң. Бір күні Ықылас Ақлияның үйіне алқынып жүгіріп жетіп келді. Білегінен қан тамшылап тұр екен. Ақлия бірден тамырын кеспек болған ғой деп ойлап, жан ұшыра жанына жүгіріп барды. Қолын байлайтын дәке іздеп, сасқаннан біресе ары, біресе бері жүгіріп жүр. Баласы үйден бір мата тауып алып келді. Ықыластың қолын таңып болғаннан кейін ғана Ақлия өз-өзін сабырға шақырды. Білгісі келіп, бара жатса да баланы алқымынан алмай, не болды деп сұрамады. Байыппен отырып шайын берді. Ішіне ел қонған соң, әңгімені Ықыластың өзі бастады. Әпке, мен енді ол үйде тұра алмаймын. Сіздермен бірге тұрсам болады ма? Әрине болады ғой, бірақ неге? Анау Шырай деген менің қолымды пышақпен kesем деп қорқытты. Бүгін қатты ашуланып, кесе алмайсыз деп едім, мені тіріп тастады. Ол айтқанын тыңдайтын Ақгүлді ғана ұрмайды, оған тек ұрсады. Ал Шахназ әлі кішкентай ғой. Кейде не айтқанын ұмытып кетеді. Сондай кезде оңдырмай сабайды. Қарындасымды қорғаймын деп, мен де таяқ жеймін. Екеуміздің даладағы жетханаға қамап қояды. Бір күн бойы шай тамақ бермейді. Әкем үйде болған 15 күн ғана өмір. Ол кезде ана жалмауыз кемпір өзгеріп кетеді. Бізді өтірік құшақтап сүйіп еркелетеді. Әкеміз жұмысқа кеткеннен бастап үйіміз түрмеге айналады. Ешкім артық сөйлемейді, күлмейді. Тіпті диванға да отырғызбай бетіне пакет төсеп қояды. Біз кірмесінде барлық бөлменің есігін кілттеп тастайды. 6 бөлмелі үйде емес, 1 бөлмелі үйде тұрамыз біз. Бәріміз ас үйде шай ішіп, сол жерде ұйықтаймыз. Бірдеңе бола қалса оқтауын ала жүгіреді. Кеше Шахназға ыдысты дұрыс жумадың деп айқайлап, ұзын шашын тақырлатып алып тастады. Әкеңе шашыма бет түсіп кетті деп айтасыңдар деді. Шашына тимеңіз деп араша болып едім. Маған сені әкеңе ұр деп айтамын деді. Ал негізі ұрлықты өзі жасатады. Күн ыстық болса да жеңізін киім кигізіп алып барады. Әр дүкенге кірген сайын
Шампуньды жеңе салып ал. Төс қалтаңа колбаса салып алып шық деп көп затты ұрлатады. Қарсылассаң, үйге келген соң аямайды. Осы уақытқа дейін неге айтпадың бізге? Біреуге айтсаң, одан ары қиналасың деді. Әр нәрседен ілік тауып Шахназ екеумізді күн сайын қорлайды. Мені енді ол үйге жібермеңізші, өтінем әпке. Ақлия ұзақ ойланды. Шырайды сотқа беріп аналық құқынан айырғысы келді. Алайда інісінің сөзіне өзі кәміл сенгенімен, оны құр сөзбен айтып, ешкімге дәлелдей алмайтынын түсінді. Талай таңды көзбен атырып бір-бірінің үйіне қонғанда сыр шертіскенін, айтқан сөздерін есіне түсірді. Сонда Шырай, ағаң мені қанша ұрып соқса да, басқа ешкімге кете алмайды дегенді жиі айтатын. Басқаларға бойын бұрмасын деп өз күйеуіне өзі дуа жасататындар бар екені Ақлия бұрыннан білуші еді. Осы жағдай ойынан кетпей, басқа амал қалмай, бақсы балгердің есігін аралап кетті. Ойлағаны алдына айдай келді. Бәрінің айтатыны бір жауап. Күйеуіне жасаған дуаның қуаты күшті. Біз қайтара алмаймыз. Енді Ақлияның бар ойы дуаның күшін жоятын адам табу. Әйтпесе, бас айналған ағасы бұлардың сөзіне сенбей, қатынын жақтайтынын балгерлердің өзі айтты. Әркіммен сұрастырып жүріп көрші ауылда сондай адам бар деп естіді де дереу жолға шықты. Алдына кіріп еді, әлгі кісі болған жайдың бәрін өзі айтып берді. Тек бұл емес, ол сенің үйіңнің айналасына бір уыс тұз шашып, дуамен жолыңды жауып тастағысы келген. Сіздерге тағы да орны толмастай қиянат жасау мүмкін деп, дуаның күшін қайтатқандай болды. Сапар жұмыстан келген соң, Ақлия ықыласты ертіп, ағасына баршындықты айтуға келді. Ал Сапар әдеттегідей Шырайдың шыбын жанын шырқыратып, сабаудан ары аса алмады. Ажырасып кетейін десе, кеш еді. Арадағы баланы қимады. Оның не жазығы бар деп ойлап, таңдаудан қателескеніне бармағын шайнады. 33 баласы шешесі жоқ, шын жетім еді. Енді тағы бір баласын тірі жетім еткісі жоқ. Ұлы ықылас енді Шыраймен бір шаңырақ астында тұра алмайтынын айтып, Ақлия әпкесінің үйіне көшіп барды. Айлар аунап, жылдар жылжып, болған жайттар біртіндеп ұмтыла бастағанда Сапардың әкесі дүние салды. Жаназасын шығарар күні Шырай ғана қайнатасының қазасына қайғырып жылай алмады. Бәрін білгіш, қатындардың арасында атасына ой беріп өлтіргенде Шырайдың өзі деген пыш-пыш әңгіме тарады. Бұдыңды өтірік шынын ешкім дәлелдей алмады. Ал Ақгүл ұзатылып кетті. Ал Шахназ әлі сол өгей шешесінің қолында тұрады. Ықылас ер жетіп, үйге келін түсірді. Шырай онында сегізбай баласымен бірге Балзияның қолында тұруға жіберсе де, ағайын туыстың алдында аяулы әже рөлін ойнаудан шаршамады.